Сәлем балалар, бүгін 119-шы сабақ. Сабағымыздың тақырыбы өзіңді тексер. Бірінші жаттығу. Өлеңді жатқа жаз. Жел еседі, төбемнен бұлт көшеді. Туған жерім мен үшін көк майсасын төседі. Есентай Ерботиннің өлеңі. Етістіктердің қай сөзбен байланысып тұрғанын сызбамен көрсет. Ең алдымен біз етістіктерді тауып алайық. Бұл жерде еседі, көшеді және төседі сөздері етістік. Енді қай сөзбен байланысып тұрғанын сызбамен көрсетеміз. Еседі етістігі жел сөзімен байланысып тұр. Жел еседі. Екінші, бұлт көшеді. Көшеді етістігі бұлт сөзімен байланысып тұр. Төседі сөзі майсасы сөзімен байланысып тұр. Сонда майсасын төседі. Екінші жаттығу, мәтінді оқып, етістіктерді тап. Шілікті өзені ауылды жанамалай ағады. Жағасы қалың шілік. Қыста ернеуіне дейін мұз қатып жатады. Көктемде сең жүреді. Жаз шығысымен суы таяздап қалады. Ең терең жерінің өзі тізеден аспайды. Қанат Қайымовтың мәтіні. Енді біз етістіктерді табайық. Бұл жерде бірінші сөйлемде ағады, үшінші сөйлемде қатып жатады, жүреді, қалады. Етістіктердің дара немесе күрделі екенін айт. Ағады, дара етістік. Қатып жатады, күрделі етістік. Жүреді, дара етістік. Қалады, дара етістік. Аспайды, дара етістік. Үшінші жаттығу. Суреттегі зат атауларын, олардың қимылын білдіретін сөздермен сәйкестендір. Суреттегі зат атаулары гүл, қауын, жапырақ. Енді олардың қимылын білдіретін сөздермен сәйкестендіреміз. Гүл өседі, қауын піседі, жапырақ түседі. Төртінші жаттығу. Сын есімі бар бағандағы сөйлемдерді көшіріп жаз. Бізге екі баған берілген, соның ішінде сын есімі бар бағанды жазамыз. Бірінші бағанды оқып көрейік. Оның құлағы, инелері және тұмсығы бар. Бұл бағанда сын есім бар ма? Жоқ. Онда біз екінші бағанды қараймыз. Оның кішкене құлағы, қысқа инелері және ұзынша тұмсығы бар. Бұл жерде сын есім бар ма? Иә, сын есім кішкене, қысқа және ұзынша. Бұл не? Бұл кірпі. Оны қандай сын есімдермен сипаттап айтуға болады? Кірпі кішкентай, қоңыр қара болады. Инелерінің ұшы ақ түсті. Денесі дөңгеленіп, шар тәрізді болады. Жарайсыңдар балалар, сабақ аяқталды. Келесі сабақты көру үшін каналға тіркеліп кетіңдер. Сау болыңдар.